Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай әдемі әрі нәзік, жұмсақ болып шығатын пончиктер пісіретін боламыз. Алдымен рецепті қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне майонезімізді және тұзымызды, дәміне қарай қантымызды қосып, ашытқымызды саламыз. Мен барлық граммдарын описанияның астына жазып қойдым. Содан қарап салуларыңызға болады. Және барлығын біркелкі араластырып, жылы суды үстіне қойып отырып, жайлап жұмсақ қамыр иіліп араластырамыз, бәрін біркелкі етіп. Міне бізде осындай қамыр шықты, жұмсақ. Осыны 1 сағатқа қоямыз. 1 сағаттың ішінде 2 рет немесе 3 рет басасыздар көтерілген кезде. Мен 3 рет бастым. Ал енді осы көтерілген қамырымызды алып, ұнымызды жайып, қамырымызды бөліп алып, жаямыз оқтаумен. Мінекей достар, қамырдың жартысын алып, осылай оқтаудың көмегімен жаямыз. Өте жұқа болмау керек, қалың болса да кішкене осындай қалыңдықта болу керек. Өте жұқа болса, ол іші дейтін қытырлақ сияқты болып қалады. Сондықтан кішкене қалыңдау болу керек. Және осындай ыдыстың көмегімен дөңгелек пішінде жасаймыз. Тоқаш секілді етіп дөңгелек пішін жасаймыз. Осындай болып шығу керек барлығы. Міне менде барлығы осындай болып шығып жатыр. Енді жаңа екінші бөліктегі қамырымызды істейміз. Оны да осылай жұқа етіп, қатты жұқа қылмаңыздар, осындай етіп істеп, барлығын осылай кәсемен істеп шығамыз. Алдын ала майымызды қойып, оған шемек майымызды құйып қыздырып қоямыз. Сол кезде қызған кезде осылай барлығын саламыз. Екі жағын қызартып, біркелкі етіп пісіріп аламыз. Міне менде дайын. Енді бетін әсемдеуге, ол өздеріңіздің қалауларынша, мен бетіне сгущенка жағып, және осындай менде шоколад қалған екен. Соны ыстық суға ертіп, осылай шайнекке салар кезде осындай етіп бұрап аласыздар пакетті. Сол кезде ол біркелкі ериді, сонда үстіне әртүрлі етіп әсемдеуге болады. Немесе тек қана шоколадты ертіп, шоколадты батырып істесеңіздер де болады. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.